Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Сабағымызды бастамас бұрын каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Біздің бүгінгі өтетін тақырыбымыз ксилема және флоема элементтерін салыстыру болып табылады. Сабағымызды бастамас бұрын мына екі суретке қарап бірінші танысып алайық. Бірінші А суретінде берілген бұл бізде ксилема. Б суретінде берілген бұл бізде флоема. Бұрын соңды бұл терминдарды білмесеңіздер, енді бүгінгі сабақта танысатын боласыздар. Яғни бұл екеуі де өткізгіш ұлпаның жасушалары болып табылады. Ксилема және флоема. Осы екеуі арқылы өсімдіктің сабағының бойымен, яғни әртүрлі заттар, қоректік заттар, органикалық, бейорганикалық заттар үнемі қозғалыста болады. Және де өткізгіш ұлпа туралы білгілеріңіз келсе, менің каналымда соңғы жағында ұлпалар деген тақырып бар, сол жерден толығырақ ақпарат білсеңіздер болады. Енді сабағымызға көшейік. Ксилема және флоема дегеніміз бұл әртүрлі типке жататын жасушалардан тұратын өткізгіш ұлпа. Бір сөзбен айтқанда, бұл өткізгіш ұлпаның жасушасы болып табылады. Ксилеманың өткізуші элементтері өлі жасушалардан түзіледі. Осы терминға мән беріп отырамыз, өлі деген. Ол арқылы суда және онда еріген заттардың тамырдан жапыраққа қарай тасымалдануы жүреді. Сонда қарап отырсыздар, ксилеманың жасушалары қалай қарай жүреді екен. Ал флоеманың өткізуші жасушаны ол тірі сақтап тұрады. Ол арқылы, флоема арқылы фотосинтездеуші жапырақтардан тамырға дейін тасымалдану процесі жүреді. Қазір бұл туралы сіздерге тағы да мен бір сабақтың соңына қарай қайталайтын боламын. Енді келесі слайдқа тоқталайық. Мына жерде сіздерге көрсетіліп тұрған осы флоема және ксилема жасушалары көрсетілген. Міне қараңыздар, үстінде бірінші көрсетілген ол флоема және соңындағы ксилема. Бұлардың барлығы, яғни шоқ болып орналасады, өйткені бұл жасушалар өсімдіктің сабағында болады. Сондықтан осылай шоқ түрінде сіздерге көрсетіліп тұр. Енді ары қарай осы ксилема туралы толығырақ сіздерге ақпарат бере кетейін, себебі сіздерге сабақта болсын, ұбт-ға дайындалуда тесттардың барлығы осы кітап бойынша құрастырылады, және де термин сөздерді мен мына жерде қызыл түспен белгілеп кеттім. Ксилеманы бір сөзбен айтқанда біз сүрек деп атаймыз. Ал сабақтың құрылысының ішкі құрылысы төртке бөлінетінін білесіздер, яғни сол сабақпен бұл тікелей байланысты. Ксилема ол судың алмасуын қамтамасыз етумен байланысты жоғары сатылы өсімдіктерде ксилема жақсы дамыған. Жапырақ арқылы ұдайы қанша су буланса, сондай мөлшерде су сорылып және өсімдіктің буландырушы мүшесіне жеткізіліп отыруы керек. Ксилеманың өткізгіш элементтері қалың, сүректенген, қабығы бар, өсім бойлай созылыңқы орналасқан жасушалардан тұрады. Тамырға сабақтағыдай ксилема типі тән. Төменгі сатыдағы өсімдіктерде ксилема өте алуан түрлі тәсілдермен қалыптасады. Нәтижесінде жақсы көрінетін жылдық сақина пайда болады. Сіздер білесіздер, жылдық сақинаны, яғни ағаштарды біз арамен кескенде көлденең, яғни домалақ кесінділер пайда болатын, сол арқылы ағаштың неше жаста екенін сіздер анықтадыңыздар ғой, мысалы сабақта 6-шы класста жаратылыстануда. Әрі қарай көптеген жабық тұқымды өсімдіктерде және кейбір қырықжапырақтәрізділерде түсіктер болады. Өз қабырғасында бір жағынан екінші жағына тесіп өтетін саңылау түзбейтін өткізгіш жасушаларды біз трахеидтер деп атаймыз. Трахеидте судың және жылжу жылдамдығы түтіктерге қараған кезде төмен болады. Трахеидтер өзара саңылау арқылы жалғасады. Өсімдіктерде саңылау тек шұңқыр түрінде болады. Ксилемада су, өткізгіш элементтерден басқа да элементтері болады. Ксилемада тірі жасушаларда болады. Олардың массасы сүректің жалпы көлемінің 25%-на дейін жетеді. Бұл жасушалардың пішіні дөңгелектеу болса, ал олардағы сүрек паренхимасы деп біз атаймыз. Өз кезегінде паренхима көлденең сәулелер түседі. Олар өзек сәулелері деп аталады. Өйткені өзекті және қабықты байланыстырып тұрады. Өзек бірқатар қызметтер атқарады. Және оның ішінде қор жинауда бар болып табылады. Енді қарасаңыздар, мына жердегі суретте жаңағы флоема мен ксилемада суреті берілген, көк түспен флоема көрсетілген, қызыл түспен ксилема көрсетілген. Бұны да танысып қарап алыңыздар.
дәптерлеріңізге суретінде сызып алуыңызға болады. Енді екінші біз флоемаға тоқталайық. Флоема, біз оны тін жасушасы деп атаймыз. Бұл әртүрлі типті жасушалардан түзілген күрделі ұлпа. Жапырақтан органикалық заттарды өткізуші негізгі жасушалар сүзгілі элементтер деп аталады. Ксилеманың өткізуші элементтері бағана бірінші бетте айтып кеткем, өлі жасушалардан түзілген, ал флоемада қызмет ету кезеңінде олар тірі сақталады. Флоемада фотосинтездеуші мүшелерден заттар ағысы жүреді, яғни жапырақтан, сабақтың жас қабығынан. Өсімдіктің барлық тірі жасушалары органикалық заттарды тасымалдауға қабілетті. Егер ксилеманы тек қана жоғары сатыдағы өсімдіктерде кездестіруге болса, жасушалар арасындағы органикалық заттардың тасымалдануы төменгі сатыдағы өсімдіктерге тән. Ксилема және флоема түзуші төбелік ұлпалардан дамиды. Төбелік ұлпа дегеніміз ұлпа тақырыбындағы түзуші ұлпаны қайталасаңыздар естеріңізге түседі. Жоғары сатыдағы өсімдіктердің әртүрлі топтарында сүзгілі элементтердің екі типін кездестіруге болады. Қырық жапырақ тәрізділер мен ашық тұқымдыларда олар сүзгілі жасушалар түрінде кездеседі. Жабық тұқымдыларда сүзгілі элементтер сүзгілі түтікшелер деп аталады. Олар өзара байланысады. Жетілген жасушаларда ядро болмайды. Бірақ сүзгілі түтікшелермен қатар серік жасушаларда орналасқан. Серік жасушаның біршама тығыз цитоплазмасы болады және олар ядросыз сүзгілі жасушаның түтікшенің жұмыс белсенділігіне әсер етеді. Мына жерде мән береміз, қайсында ядросы бар, қайсында ядросы жоқ екеніне. Қорыта келген кезде, жалпы бұл ксилема мен флоеманың басты айырмашылығы неде десек, немесе қалай жүреді десек, яғни флоема ол қабықтың тінде орналасқан ұлпа және олар органикалық заттарды тасымалдайды. Ал ксилема ол сүрек қабығында орналасқан, ол су мен минералды заттарды тамырдан жоғары қарай жібереді. Яғни флоема төменгі ағыс, ксилема жоғары ағыс. Ал мен төменгі ағыс пен жоғары ағыс туралы сіздерде алдыңғы слайдтарда, видеоларда мен айтып кеткен болатынмын. Тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі сабақта кездескенше. Сұрақтарыңыз болса, комментарийға жаза кетулеріңізді сұраймын.